Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай тор тәріздес құймақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Өте оңай дайындалады және де сіздің 15 минут қана уақытыңызды алатын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіз, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды және де қантымызды, кукурузный крахмал барлығын салып, кішкене араластыратын боламыз. Одан кейін біртіндеп сұйық майымызды және де жұмыртқамызды жарып, сүтімізді құйып, бірыңғай масса болғанша барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Мен өзіме керек мөлшерде барлығын өлшеп алғандықтан менде осындай, яғни қоюлықта болып шығады. Қатты сұйықта емес, қоюда емес, осындай массада болып шығу қажет. Бұл құймаққа міндетті түрде бізге кондитерский мешогымыз қажет болады. Осыған жақсылап массамызды құйып, ұшын ғана қайшымен жақсылап кесіп алатын боламыз. Құймаққа арналған табамызды баяу отта жақсылап қыздырып алуымыз қажет болады. Одан кейін осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай құймағымызды жақсылап құйып шығатын боламыз. Құймағымыздың дайын болғанын осылай бетін ұстап көреміз. Кішкене қаттылау болатын болса, онда орай береміз. Яғни асты қызарды деген сөз. Осылай видеода көргенде жақсылап томалақтап орап шығатын боламыз. Бұл құймақ өте тез дайын болады. Сіздің тек қана 15 минут қана уақытыңызды алатын болады. Балаларыңызға міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Енді дәмі өте керемет болып шығады және де жаңағы сгущенка, қойытылған сүт дейміз ғой, сонымен жесеңіздер дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Столыңыздың сәні болатыны сөзсіз және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Барлығыңызға ас болсын.